Қайырлы күн достар, бүгін өте дәмді орешки дайындаймыз. Дәмі өте керемет болады, жасап көруге кеңес айта аламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Міне, дәл осындай болады. Видеоны толық көрсеңіздер, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Жасаймыз. Ыдысқа жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқаға қантымызды қосамыз. Венчикпен жақсылап араластырамыз. Одан кейін еріген маргаринімізді қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Араластырып болдық. Енді ұнға қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін жұмыртқалы массамызға қосамыз. Венчикпен жақсылап немесе лопаткамен араластырамыз. Бірнеше бөлікке бөліп араластырамыз. Егер де ұн тағы да қажет болып жатса, оннан тағы да қосамыз. Мен ұнды тағы да қостым. Одан кейін лопатканы алып, қолмен қамыр илейміз. Қамырды өйстіп жақсылап илеп болдық. Қамырымыз дәл осындай болады. Өте жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Осында жұп-жұмсақ болып шығады. Енді орешкеміздің орешницамыздың екі бетін қыздырамыз. Одан кейін орешницамызға сұйық майдың барлық салатын қамырлардың бетіне сұйық майды жағып шығамыз. Одан кейін қамырларды орналастырамыз. Одан кейін крышкасын жабамыз, қатты қысамыз. Одан кейін екі бетін пісіріп аламыз. Біздің орешкеміз пісті. Осындай болады. Енді біз орешкеміз дайын болған орешкедің арасына вареную сгущенканы жағамыз. Вареную сгущенканы жағып болдым. Енді екінші орешкеді алып, дәл осылай вареную сгущенканы жағатын боламыз. Енді екеуін бір-біріне біріктіреміз. Біздің орешкеміз дайын болып шықты. Барлығын дәл осылай жасаймыз. Қалған орешкеларды да. Осындай дөңгелекте пішінді орешкелер бар. Осындай сопақта пішінді орешкелер бар. Сіздер орешке пісірген кезде жанын осындай кішкене қалатын қамыр қылыңыздар. Себебі басқаны алып жасаған кезде осындай жабыстыруға өте ыңғайлы болады. Сіздер егер де кремін көп болған ұнатпасаңыздар, бір жағына жағып, екінші жағын жабыстырсаңыздар да болады. Бәрін дайындап болдық, дәл осылай орешкелерді салып. Біздің орешкелеріміз дайын болып шықты. Сіздермен болған Жібек.